Сәлем достар. Как вы? Жағдайларыңыз қалай ски? Зор ски ма? Темаски ғой достар. Короче, мен орысша сөйлеуді жақында Москваға барайын деп жатырмын ғой. Ски деген қоссаң бол деген ғой, түсіне бере деген ғой. Я ски ғой. Сіздер түсінген ски ғой, короче. Достар, жаңа жылдарыңыз қалай өтті? 2024 жыл зор қарсы алдыңыздар ма? Біз өзіміз зор қарсы алдық ше. В общем, достар, маған жаңа жыл ұнайды. Өткен тамақтар зор уыз. Жаңа жылда оливье, салат, мандарин, манты, плов, бешбармақ. Өсің немене бәрі? Бір күннің ішінде соншама тамақ жегенсің ба? Қайсы кеткен анау ішіне? Сол жаңа жыл күнін сыйдырасың ғой достар. Қанша көп болсын сыйдырып жей бересің ғой. Беріп тұрған кезде жеп қалу керек қой. Негізі маған өз басым жаңа жыл ұнайды ше. Пах, салют атасың да. Біз достар 2024-ге орай зор нәрсе, жаңа заттар дайындап келдік. Былтыр тіркелмедіңіздер, биыл тіркелсеңдерші. Бір жыл болды ғой тіркелмегендерге. Тіркелсеңдерші, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Қиын ба сол? Сесіңдерші. Я достар, істесіңдерші. Мен TikTok, Instagram, Telegram, соның бәрі қап кетті ғой. Ол жақта күшті нәрселер бар ғой. Қой, жаңа жылда жаңа настроениемен жаңа челлендж бастайық. Кеттік па бега ой? Кеттік демеш, бастайық деші. Қаға кетеміз? Бол онда бастайық. Достар, біздің челленджге стакан мен су керек. Және осындай туалетный бумага керек. Сіздер жаман ойлап қалмаңыздар. Біз туалетке ардаған жоқпыз, челленджге арнадық қой. Я достар, в общем біз бұл туалетный бумаға не қоямыз? Ішіне су бар, осы стаканды қоятын боламыз. Достар, бұны айтқанша көрсетейік те. Мен достар, осы челленджге керек заттар дайындап қойдық. Стаканға су толтырдық. Мына рулон жай жердік те. И осы бумағаны жай тартатын боламыз. Если жыртылып кетсе, ұтыласың. Я достар, максимально жыртпай тарту керек. Біз нар жерге линиялар сап қойдық. Сол линиядан асып, мынандай жерге келгенде өзім подаркымды аласың. Маған достар, зор ғой короче, сразу подарок мен. Сен баста заман. Ал достар, мен бастайын. Тағы да дәрет алып келдім. Ой, ё-моё. Жүз тез алдым ғой. Ба. Дәретін күшті екен. Ё-моё, достар. TikToktан көрген кезде бүйтіп тез істей алады. Неқта қиын деген ғой негізі. Мынаған қарасаңыз, бірінші линияға да жетпеді ғой. Мен братан саған мүмкіндік берейін дедім, сен бірінші рет істеп тұрсың ғой. О, рахмет Брашкама, ақыл берейін депті ғой. Ё-моё, достар, алдымда жылып кетпесе болды. Әйтпесе бега ойдан яқ болады тағысы. Ё-моё, достар. Жырылдың ау, бірақ қайта бірінші өлеңге жеттім. Қайта соғып алдың ғой. Короче, достар, майге өмірін тануым керек қой. Так, қайсыны істемеген? Достар, сіздерге коланы ма, или спрайт бар? Комментке жазып беріңдер. А мен коланы күніге ішсем ғой, спрайт танайын достар. Достар, кайфе. Ал енді мен кезегім. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Ал маған мені басынан дайындап қойдық. Енді мен айналдыратын боламын. Достар, оңайлау екен кішкене таңғар қиын деп алып қансың, қиын ба деп ойлап қалдым да, мен ше қатты қиындай емес. Ма достар, жыртылып қалды ғой анау. Достар, маған оңай деп жатыр еді ғой. Көрінбай оңай емес, оңай жерден жоқ. Оның не қатысы бар? Просто қазақ тілін жақсы оқығанды. Сен өзің пихать ете бермеші любой жерде. Дедік өскен сол жұмыс істеймін ғой, сол кезде осы үйден көріп жұмысқа шақырып қалатын шығар. Достар, нақты екі су тұр, соның біреуін таңдап аламын. Мен қоламды таңдап аламын, өткен анау спрайт бар. Дәм күшті екен, жеңістің дәмі ғой. Беке ой, інім соңғы, сен де маған екінші попытка берін, мен саған екінші попытка беріп, давай, се. О, рахмет, миына ми кіріп қапты. Жоқ, достар, тез тарту керек сол кез. Андай тартылып. Достар, спрайт пен кола тез тапқаны толық жауапты, сразу жыртылып қалды. Бірақ мен, достар, мынау линияға жеттім. Значит, мен жеңдім. Так маған чокопай мен Орео таңдауға түсті. Мен Орео таңдадым. Мә, достар, бұл жолы тағы жеңіп қалдым ғой. Бірақ соңы емес, екінші челлендж бар. Сонда точно жеңдім.
Достар, біздің екінші челленджге мынандай кукуруза керек. Дәмі күшті ғой кукурузасы. Сіздер жақсы көресіздер ма кукурузаны? Мен өз басыма кукурузаны қатты жақсы көремін. Түсіп жатсыздар не? Айтпайсың, кішкене неғады. Достар, бүгін біздің екінші челленджімізге осындай түймер керек. Мен айтып қойдым ғой бұны. Қуасың ба? Неғып мен текстімін жазып? Кім айтты сен текстін? Күндік айтып жүрмін ғой. Мен текстімін. Не? Комментариймен шығасың ба? Шығам. Онда достар, комментарийге Бековой немесе Заңғар мықты деп жазып кетіңіздер. Сол жерден біле аламыз кім мықты екен. Достар, біз ғана кукурузамыз ашамыз. Көлем примерно осындай. Осыны біз аузымызға салатын боламыз. Кімнің аузына көп сияды, сол жеңеді. Сен аузың дау ғой? Сен кісіп кетеді ғой көбін. Достар, мен әдей челленджді сондай қылып жасап келдім. Достар, біз екінші челлендждің біріншісіне 6 кукурузды алып дайындап қойдық. Осыны бірінші көреміз. Кет байыншы. Йо, аузың дәу болса да симайтын сияқты. Сен кісің алмай ол, полный кіріп беріп қой ішіне. Бәрі. Жоқ, бәріміз саған, значит, симады үшеуі. Енді мен көрейін. Арам, сен жеп отсың ғой? Жемесің ғой, қуасың ба? Ойбу, достар, мен жеп қойыппын ғой. Қайттан жеккенді. Достар, мен басынан 6 алып алдым. Достар, анау аузына көп жаңғақ сабадың тиіндері болады ғой. Жүгіра сол сияқты жеп отыр ғой. Достар, аузына сыймағандықтан деп сөйлей қояды ғой. Достар, короче, мына челлендж қиын екен. Сосын бұдан нече. Біз басқа челленджға өтеміз. Бірақ бүгін емес, келесі видеоға да оны жібермес үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Сол кезде әрбір видеом шыққан видеоға сообщение келеді. Достар, мен кукуруз жинап сіздерді ұмытпайтын ғой. Біздің осы видеомыз ұнаса, келесін көріңіздер. Сосын Бековой мықты деп жазып кетіңіздер комментарияға. Ал ендеше сау болыңыздар. Бай-бай.